Казцинк Ридзерде өрттен зиян шеккендерге 1 миллионнан берді. Күні бұрын компания өкілдерінің 10 мамырда үйлері жойылған тұрғындармен кездесуі өтті. Алпауыт кәсіпорын ірі орман өртінде үйлерінен айырылған тұрғындарды назарсыз қалдырмады. Казцинк баспанасыз қалған әр отбасына 1 миллион теңгеден материалдық жәрдем көрсету шешімін қабылдады. Қаржы корпоративтік қайырымдылық қор арқылы аударылды. Шығыс Қазақстан облысының нотариалды кеңсесі де өртенгендерге материалдық жағынан көмектерін ниетін білдіріп, жиналған қаржы кездесу кезінде тапсырылды. Хотелось бы сказать, что когда случилась эта беда, менің айтқым келетіні, осы қайғылы жағдайды естіген кезде нотариустар көмек көрсетеміз деп шешіп, әркім шотқа ақша аударды. Қазақстанның Республикалық нотариалдық палатасы да, Шығыс Қазақстанның аймақтық нотариалдық палатасы да ақшаларын аударды. Ал жиналған ақшаны біз әр отбасына жекелей тапсыруды ұйғардық. Әрине, бұл сома басқа қорлардыкіндей үлкен емес, алайда әр қарапайым азамат ретінде біздің қолдауымыз деп түсініңіздер. Сіздерге тек мықты болыңыздар дейміз, үйлеріңіз салынады, бәрі жақсы болады. Біз сіздермен біргеміз. Ридзерде күнделікті дерлік қала басшысы мен түрлі қызметтердің басшыларының өрттен зиян шеккендермен кездесулер өткізіп, оларда алаңдатып жүрген, соның ішінде қолдау шараларына қатысты сауалдар да талқыланады. Сонымен бірге оларға жоғалған құжаттарды қалыпқа келтіруге, азық-түлік жинақтарының берілуіне, алғашқы қажеттілік заттарының, аяқ киімдерінің берілуіне де көмек көрсетілді.